Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай хачапури по-мигрельски дайындайтын боламыз. Кеттік. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, үстіне ашытқымызды, яғни дрожжимызды салып, қант тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Төменде көрсетілген рецепттің жарты порциясын жасадым. Жарты порциясынан менен 2 кіші хачапури шықты. Сіздер өз талғамдарыңызға қарай жасасаңыздар болады. Осы массаға бір жұмыртқамызды, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне бізде осындай қамыр шықты. Қамырды пакетке салып, 20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып шығып, үстіне ұнымызды жайып, жақсылап жаямыз. Қалыңдығын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жазсаңыздар болады. Ортасына теркадан өткен сырды саламыз. Менде сулугуни мен моцарелла сыры. Ортасына салып, жан-жағын түйеміз. Тестамызды одан әрі қарай жаятын боламыз. Тағы да айтып кетемін, қалыңдығын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды формамызға салып, үстін жұмыртқа жағып, бетіне қалған сырымызды себеміз. Духовкаға 180 градусқа 20-25 минутқа салатын боламыз. Өз духовкаларыңызға байланысты. Міне бізде осындай хачапури шықты. Үстін сары маймен майлап. Хачапуриді ыстық кезінде тураған жөн. Міне бізде осындай хачапури шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.